Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді шоколадты Прага тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тортымыздың бисквитін жасап аламыз. Ол үшін 7 жұмыртқаны алып, үстінен шым-шым тұз салып араластырамыз. Сахарымызды алып, кішкенеден салып, үздіксіз миксермен араластырып тұрамыз. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді үстінен илеуіштен ұнымызды, жүгері крахмал және какаомызды салып илеп аламыз. Илеуіштен илеп алдық, енді лопатканың көмегімен араластырамыз. Араластырған уақытта тек бір бағытта араластыруымыз қажет. Міне бисквитіміздің тестасы дайын болды. Енді керекті формамызды алып, видеодағыдай астына фольга қойып және пергаментмен қағазды төсейміз. Пешімізді 170 градусқа қойып 50 минут пісіріп аламыз. Бисквиттің дайын болғанын білу үшін таяқшаны салып көреміз. Бисквитіміздің сыртындағы фольга қағаздарын алып тастаймыз. Ыстық болып тұрған бисквитімізді пеленкаға орап, үй температурасына суығанша қойып қоямыз. Одан кейін тоңазытқышқа 8 сағатқа саламыз. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін сливкиді газге қойып, бір ысытып алып, шоколадымыздың үстінен құйып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Кремімізді үй температурасында суытып алып, бетіне пленка жауып, тоңазытқышқа 8 сағатқа қалдырып қоямыз. Міне біздің бисквитіміз 8 сағат тұрды. Енді осы бисквитті 3 бөлікке бөлеміз. Кремімізді тоңазытқыштан алып, миксердің көмегімен қою болғанға шейін араластырып аламыз. Міне креміміз дайын болды. Енді осыны шетке қойып қоямыз. Сироп дайындаймыз. Ол үшін суға сахарымызды салып, газды ергенше қойып аламыз. Енді бисквиттеріміздің үстіне жағып сеуіп шығамыз. Кремімізді мешоктың көмегімен жағып шығамыз.
Осылайша бисквиттеріміздің арасында жағып шығамыз. Тортымызға кремімізді жағып болдық, енді ганашты дайындайтын боламыз. Ол үшін шоколадтың үстіне сливочный маслоны салып, микроволновкада ерітіп аламыз. Дайын болғаннан кейін тортымыздың үстіне жағамыз. Тортымыздың барлық жеріне тию қажет. Тоңазытқышқа 5 минутқа қоямыз. Тортты кескен кезде пышағымызды қайнап тұрған суға салып кесеміз. Ал қыздар, міне, біздің өте дәмді әрі жұп-жұмсақ шоколадты Прага тортымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнаса, менің YouTube каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.